Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыз математика 4-ші сынып 18-ші сабақ. Көп таңбалы сандарды ауызша есептеу тәсілдері. Сабақты бастамас бұрын каналымызға жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Бүгінгі сабақта миллионға дейінгі сандарды көбейту және бөлуді үйренетін боламыз. Бірінші тапсырма. Қосындыны санға қалай көбейтуге болатынын есіне түсір. Қосындыны санға қалай бөлуге болады? Бірінші есеп 1234-ті көбейтеміз 2-ге. Бірінші көп таңбалы сандарды бір таңбалы санға көбейту үшін разрядтық қосылғыштардың қосындысы түрінде жазып аламыз көп таңбалы сандарды. 1234-ті разрядтық қосылғыштардың қосындысы түрінде жазсақ, 1000 қосылған 200 қосылған 30 қосылған 4 болады. Көбейтеміз 2-ге. Енді жақшаның ішіндегі барлық санға бір таңбалы сандарды қосып шығамыз. 1000 көбейтілген 2 болады 2000, 200 көбейтілген 2 болады 400, 30 көбейтілген 2 болады 60, 4 көбейтілген 2 болады 8. Мәні 2468-ге тең. 31211 көбейтілген 3-ті де бірінші көбейтпес бұрын разрядтық қосылғыштардың қосындысы түрінде жазып аламыз. Одан кейін жақшаның ішіндегі барлық санға 3-ті көбейтіп шығамыз. Екіншісі бөлу. 2468 бөлу 2. Бөлуді орындамас бұрын көп таңбалы санды разрядты қосылғыштардың қосындысы түрінде жазамыз. 2000 қосылған 400 қосылған 60 қосылған 8 бөлеміз 2-ге. Енді жақшаның ішіндегі барлық санға 2-ні бөліп шығамыз. Мәні 1234-ге тең болады. Екінші есепте көп таңбалы сандар берілген, көп таңбалы сандарды бір таңбалы санға бөлу, көбейту есептері берілген. Дәл жаңағы бірінші есеп сияқты есеп түрінде шығарамыз. Үшінші есеп, тиімді тәсілмен есепте. 300 000 қосу 60 000 қосу 6, бөлеміз 6-ға. Яғни 300 000-ді 6-ға бөлсек, бізде 50 000 шығады. 60 000 бөлеміз 6-ға, бізде 10 000. 6-ны бөлеміз 6-ға, бізде 1 шығады. Мәні 60 000 1 деген сан шығады. Дәл осы түрде әрі қарай есептерімізді жалғастырамыз. Төртінші есеп. Арман достарының қандай құндылықтарды білетіндігін анықтау үшін олардың арасында сауалнама жүргізді. Өрнектерді амалдар бойынша жазып мәнін тап. Сонда сен олардың әрқайсысы қай сөзді айтқанын білесің. Енді 100 000 азайтамыз, 42 000 бөлу 2. Бірінші 100 000-ді жазып қоямыз, 42 000 бөлу 2-ні бөліп алып мәнін жазамыз. 100 000-нан 21-ді азайтқанда 79 000 шығады екен. Ерланның жауабы мейірімділік. Ерлан мейірімділік деп жауап берген. 90 800 азайтамыз, 40 844 азайту бөлу 4 тең болады. 90 800-дің өзін жазамыз, 40 844-ті бөліп мән жазамыз. 10 211 шығады. Мәні 80 589. Болатын жауабы өмір. Үшіншісі, 4 көбейтілген жақшаның ішінде 14 500 азайтылған 13 400. 4-тің өзін жазамыз, жақшаның ішін азайтып мән жазамыз. Сонда бізде 4400 деген жауап шығады. Төртіншісі, Әлия білім деп жауап береді. Төртіншісі, 124 113 көбейтілген 2, қосамыз 369 600 бөлеміз 3. Оның мәндерін жазамыз. 248 226 қосамыз 123 200. Мәні 371 426 шығады. Арманның жауабы достық. Келесі 29 500 бөлінген 5 қосамыз 40 093. 29 000 бөлінген 5 бізде 5009 шығады. Қосамыз 40 093-ге 45 993. Ерке адалдық. Келесі 55 128-ден азайтамыз, 44 682-ні бөлеміз 2-ге. 55 128-ді жазып қоямыз, азайту 22 341-ді. Сонда мәні шығады 32 787. Айна отбасы.
Келесі 700.809 азайту 22.000 көбейтілген 4. 700.809-ды өзін жазамыз, азайтамыз 88.000-нан. Сонда бізде 612.809 шығады. Серіктің жауабы еңбек. Осы есептерді шығара отырып, өрнектерді шығара отырып, біз балалардың жауаптарын біле аламыз. Келесі есеп 5. Сұлбаны пайдаланып, үшінші тапсырмаға ұқсас өрнектер құрастыр. Өрнектерді осы өрнектер түрінде құрастырсақ болады. 30.000 қосылған 2.700 қосылған 600 бөлеміз 3-ке. Яғни біз әр жақшан ішіндегі өрнектерді, жақшан ішіндегі сандарға, бір таңбалы сандарды әр біріне бөліп шығамыз. Сонда біздің өрнегіміздің мәні шығады. 30.000 бөлеміз 3-ке, бізде 10.000 шығады. 2.700-ді бөлеміз 3-ке, бізде 900 шығады. 600-ді бөлеміз 3-ке, 200 шығады. Бізде жауабы 11.100 деген жауап шығады. Екіншісінде дәл осы түрде шығарамыз. Алтыншы есеп. Алтыншы есеп бізде мәтіндерді оқы, олар есеп болатындай сұрақтар ойластыр. Қайырымдылық концертіне 21.234 кәсіби және одан 2 есе артық кәсіби емес әртістер қатысты. Бірінші шарты бойынша кәсіби жаңағы әртістер 21.234 әртіс. Кәсіби емес олардан 2 есе артық. Біз көп таңбалы сандарды бір таңбалы санға көбейтіп шығарамыз. Бұл жерде де көп таңбалы сандарды разрядты қосылғыштардың қосындысы түрінде жазып аламыз. Одан кейін жақшан ішіндегі барлық санға 2-ні көбейтіп шығамыз. Сонда концертке 42.468 кәсіби емес әртістер қатысқан екен. Келесі есеп әсінде дәл осылай шығарамыз. 7-ші есеп. Теңдеуді шеш. Теңдеу берілген бізге күрделі теңдеулер, жай теңдеулерге теңдеу түрінде жазып аламыз. Яғни бізде x азайтылған 465 тең 1231 көбейтілген 3-ке. X азайтылған 465-ін өзін жазып қоямыз. 1231-ді көбейтеміз 3-ке. 3-ке көбейтіп мән жазамыз. Сонда бізде болады 3693. X тең 3693-ті қосамыз 465-ке. Мәні шығады 4158. Сонда X-іміз 4158-ге тең болады. Қалған теңдеулерді де дәл осы түрде шығарамыз. 8-ші есеп. Өрнектердің мәнін тап, бөлгішті өзгерткеннен бөліндінің мәні қалай өзгеретіндігі жөнінде қорытынды жаса. Бірінші есептерді шығарып аламыз. 96 бөлінген 4 24-ке, 96 бөлінген жақшан ішінде 4 көбейтілген 2, 96 бөлеміз 8-ге 12 шығады. 96 бөлеміз 4 жақшан ішінде 4 бөлінген 2, 96-ны бөлеміз 2-ге 48 шығады. Бізде қорытынды бөлгіш қанша есе артса бөлінді сонша есе кемейді. Бөлгіш қанша есе кемсе бөлінді сонша есе артады. Екіншісі 999 бөлеміз 3 мәні болады 333-ке тең болады. Бұл жерде де бөлгішті 3 есе арттырғанда бөлінді 3 есеге кеміді. Бөлгішті 3 есе кеміткенде бөлінді 3 есеге артты.